Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі Қазақстан тарихы пәнін бастайық. Сабағымыздың тақырыбы Бөкей Ордасындағы Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы басшылығымен болған көтеріліс 1836-1838 жылдар. Тақырыпты ашу барысында келесідей сұрақтарға жауап іздейміз. Бірінші, 1836-1838 жылдары болған Бөкей Ордасындағы көтеріліс жайлы не білесің? Екінші, көтерілістің басты себептері қандай болды? Үшінші, көтерілістің негізгі оқиғалары туралы не айта аласың? Төртінші, көтерілістің нәтижесі қандай болды? Кіші жүз 300 ішіндегі ең көп аумақты иеленген, Жайық пен Тобылдан бастап Сырдарияның төменгі ағысына дейінгі жер. 1801 жылы наурызда император 1 Павелдің жарлығымен кіші жүз қазақтарының Жайық пен Еділ аралығындағы көшіп қонуы заңдастырылып, Бөкей хандығы ішкі орда құрылды. Патша үкіметіне арқа сүйеген Жәңгір хан орданы басқару жүйесіне бір қатар өзгерістер енгізді. Олар патша үкіметі қаражатымен 1827 жылы Жасқұс деген жерде хан сарайы салынды. 1827 жылы 12 биден құралған хандық кеңес ұйымдастырылды. 12 старшындық топ құрылып, баж салығының жиналуын қадағалады. Көшпенділерді отырықшыландыруға, сауданың дамуына, мектептер ашуға көңіл бөлді. Бөкей Ордасындағы қауымдық жерлерді орыс помещиктері мен хан туыстарының иемденіп алуы, феодалдардың озбырлығы және Жәңгір билігінің халық мүддесіне қайшы келуі хандықтың басқару жүйесін шайқалтты. Әлеуметтік қарсылықтың тереңдеуіне себепші болған салықтың ауыртпалығы. Осындай жағдайда әсіресе 1836-1837 жылдары хандықтың іргесін шайқалтқан қазақ малшы шаруа бұқарасының көтерілісі болды. Халық көтерілісін елге белгілі батырлар Махамбет Өтемісұлы және Исатай Тайманұлы басқарды. Көтерілістің басты себептері қандай болды? Басты себептері жер мәселесі, алым-салықтың көбеюі, патша өкіметінің отарлық саясатының күшеюі, Жәңгір ханның әділетсіз саясаты және де ақсүйектердің озбырлығы. Көтерілістің себептерін Махамбеттің өлеңдерінен де көруге болады. Еділдің бойы ен тоғай, ел қондырсам деп едім, жағалай жатқан сол елге мал толтырсам деп едім, еңсесі биік ақ орда, еріксіз кірсем деп едім, керегесін кескілеп, отын етсем деп едім. Көтерілістің мақсаты. Бірінші, хан озбырлығына шек қою, шаруалар жағдайын жақсарту, жер мәселесіндегі патша үкіметінің отаршылдық саясатын өзгерту және де әскери бекіністердің салынуын тоқтату. Көтерілістің негізгі оқиғалары туралы не айта аласың? 1837 жылы қазанда көтерілісшілер хан ордасын қоршады. 1837 жылы 15 қарашада Тастөбе деген жерде шайқас болды. 1838 жылы 2 шілдеде Ақбұлақ шайқасы болады. Көтерілістің нәтижесі қандай болды? Жағымды және жағымсыз жақтары болды. Жағымды жақтары. Жәңгір хан көтерілісшілердің кейбір талаптарын орындады.
алым салық көлемі жеңілдеді. Жағымсыз жақтары. 1838 жылы шілдеде Қиыл мен Ақбұлақ өзендерінің бойында көтерілісшілер мен жазалаушылар арасында шешуші шайқас өтті. Көтеріліс аяусыз жаншылып, оның басшысы Исатай Тайманұлы қаза тапты. Махамбет Өтемісұлы қуғынға ұшырап, Баймағамбет сұлтанның жалдамаларын қолынан қаза тапты. Тақырыпты қорытындылайтын болсақ, көтерілісшілердің жеңілу себептері, күрестің стихиялығы, ұйымдастырудың әлсіздігі, сондай-ақ феодалдардың опасыздығы. Тарихи маңызына келетін болсақ, қазақ-қырғыз халықтарының біріккен қозғалысы және де оңтүстік Қазақстанды қоқан тепкісінен босатып, Ресей құрамына кіруіне алғышарт жасады. Ендеше тақырыбымызды бекіту үшін келесідей тапсырманы орындайық. Бірінші, Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтеріліс пен алдыңғы сабақта өткен Сырымдатұлы бастаған көтерілісті Вен диаграммасы арқылы салыстырып толтырамыз. Екінші тапсырма, берілген мәтінге тиісті жылдарды, сөздерді қоя отырып, тарихи диктантты орындаймыз. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.